Өте дәмді, қантсыз, глютенсіз, бір жасағаннан ақ шығатын ПП шарлотка дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма жазылып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ол үшін бізге қажет стевия, ешкінің сүті, қарапайым сүт қолдансаңыздар да болады, сода безглютеновый, жұмыртқа, 2 алма және күріш ұны қажет болады. Алдымен жұмыртқаның белогы мен жылтығын ажыратып аламыз. Және жұмыртқаның белогына стевиямызды қосамыз. Мен өзім 5 өлшем қасық қостым. Өзіңіз тәттілігіне қарай 6 қасық немесе одан да көп қоссаңыз болады. Және жұмыртқаның ақуызын клюв болғанша миксерлейтін боламыз. Жұмыртқаның ақуызы дәл видеодағыдай миксерлену қажет, яғни бізде венчикке клюв болып тұру керек. Келесі кезекте жұмыртқаның сарыуызына, яғни жылтыққа сүтімізді қосып, венчикпен жақсылап араластырып алатын боламыз. Жұмыртқаның сарыуызы мен сүтке ұнымызды қосамыз және содамызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Дайын болған массаны жұмыртқаның ақуызына құйып, лопаткамен ақырын араластырамыз. Араластыру барысында жоғарыдан төмен қарай ақырын араластыру қажет, дәл видеодағыдай. Массамыз дәл осылай толық араласуы қажет және алмамызды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Және де пешімізді алдын ала 10-15 минут алдын толық қыздырып алатын боламыз 180 градуста. Және де ең бірінші тестамызды құямыз, одан кейін алмамызды саламыз, одан кейін тағы да видеодағыдай тестаны салып, одан кейін тағы да алманы салып, және ең бетіне тестаны салатын боламыз. Және де ескеретін жайт, пісіру барысында мүлдем есігін ашуға болмайды, яғни біз теста пісіп жатқан кезде есігін ашатын болсақ, біздің бисквитіміз төмен түсіп, арасы толық піспей қалуы мүмкін. Сондықтан дәл осы жайтты ескеруіміз қажет міндетті түрде. Шарлоткамыздың массасын жақсылап орналастырдық. Енді 180 градуста 30-35 минут толық пісіріп алатын боламыз. Мендегі шарлотка осылай пісті және формадан толық суығаннан соң босату қажет болады.